Сәлем достар, ютуберлер, блогерлер, тиктокерлер, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге интернет тармақтарында тауып алған өте бір керемет фотосуретімді, өзімнің эмоциям сіздермен бөліспекшімін. Яғни мынандай мен фотосурет тауып алдым. Интернет тармақтарында міне экранға мен қоямын қазір. Бұл жерде 4 елдің президенті отырыпты. Яғни бұл фотосурет ең маңыздысы 1993 жылы суретке түсірілген. Яғни бұл 1993 жылы бір отырыстағы суретке түсірілген жағдай. Яғни бірінші отырған сол кездегі Арменияның президенті Левон Тер-Петросян деген кісі. Яғни ол өзінің жанында өзінің Арменияның мемлекеттік егемендік туын байрағын алып отыр. Екінші отырған кісіміз бізде Өзбекстанның сол кездегі президенті Ислам Карим. Яғни ол кісі де Өзбекстан Республикасының сол кездегі егемендік туын, мемлекеттік туын жанына алып отырды. Үшінші отырған кісіміз Ресей Федерациясының сол кездегі президенті Борис Ельцин. Яғни ол кісі де Ресей Федерациясының егемендік алғаннан кейін 91 жылдан кейінгі мемлекеттік туын, яғни ақ, көк, қызыл түстегі туды жанына алып отыр. Ең соңғы отырған президентіміз ол біздің Қазақстан Республикасының президенті, яғни Нұрсұлтан Назарбаев. Яғни ол кісінің жанындағы алып отырған туына жақсылап көңіл бөліңіздер, құрметті көрермендер. Яғни ол кісінің жанында алып отырған ту мемлекеттік егемендік алған кездегі ту емес. Яғни Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы 1992 жылы қабылданған болса, бұл кісінің жанындағы алып отырған ту сонау баяғы кеңес дәуірінің Советский Союздың кезіндегі сол баяғы ту. Яғни Советский Союзда 15 республика болса, сол 15 республиканың туы. Міне орақ балғаның суреті бар. Қызыл көкпен сызылған ту. Яғни бұл жерде сұрақ туылады. Неге енді 4 президент отыр? Бұл енді 93 жылы түсірілген сурет. 93-те түсірілген болса, яғни бұл жерде 93 жылы бүкіл 4 мемлекетте егемендік алды. Яғни кеңес одағы тарқап кетті және 4 мемлекетте егемен болды. Енді Армения өзінің егемендік туын алып отыр, Өзбекстан егемендік туын алып отыр, Ресей өзінің егемендік туын алып отыр. Ал неге енді біздің Қазақстан өзінің егемендік туды, яғни мына қазіргі көк байрақты сол кезде неге жанына қоймайды? Әлде көк байрақ ол кезде жоқ па, әлде заводтан шықпай қалды ма? Мен оны білмеймін әрине. Бірақ мына фотосуреттегі жағдай өте аянышты, өте жүрегіңді езіп жіберетін жағдай.